Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін ұйғыр халқының ұлттық шайы аткен шай жасаймыз. Бұл шайды баптап, қып-қызыл қып, ыстық қып ішетіндерге арналған шай. Шайды көп мөлшерде сүт, тұз және сүттің бетіндегі қаймағын салып дайындалғандықтан өте тойымды шай болып есептелініп, таңғы ас ретінде ұсынылады. Ал енді шайымызды дайындайық. Ең алдымен эмальді кастрөлкеге суымызды құйып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 2 қасық қара шайды салып, астын басып 5-10 минут жай отта қайнатамыз. Шайымыз 10 минут қайнағаннан кейін оның үстіне сүтімізді қосып, сүтпен бірге тағы да 5-10 минут қайнатамыз. Және сүтті құйғаннан кейін 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Адам организмі 80% судан тұрады, ал судың құрамындағы тұз мөлшері азайып кетсе, адам әлсіреп, өте шаршаңқы күйде жүреді. Сондықтан ұйғыр халқы денедегі тұз мөлшерін күнделікті теңестіріп отыру үшін шайға тұз қосып ішкен. Қара шай, сүт, тұз үшеуі суда әбден қайнағаннан кейін шайдың дәмі өте ерекше болады. Ал біздің шайымыз дайын. Шайымыздың түсі өте керемет болып шықты. Шайымызды шәйнекке құйып, ыстықтай қаймақ немесе май салып ұсынамыз. Бұл шай ауыр жұмыс күні шаршап келген кезде шаршағанды тез басатын шай. Күнделікті ішіп жүрген шайларыңызды осы әдіспен дайындасаңыздар, су мен сүт бірге қайнағандықтан шай өзінің ыстығын ұзақ уақытқа сақтап тұрады. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде шайды жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айзат Мұсагуловадан пайдалы кеңестер каналы. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.